Көрші елдің билеушісі сізге елші жіберіпті. Иә, не хабар айтыпты? Көршіңіз, егер бізбен тату тұрамын десе, менің 2 шартымды орындасын дейді. Не? Ол қандай шарт? Алдияр, бірінші шарты, егер біздің елмен тату қаламын десе, өзінің жүйрік атымен бірге байлығының жартысын берсін дейді. Жүйрікті берсін деген не сұмдық? Байлығының жартысын. Ой, неткен сұмдық. Жә, тоқтатыңдар. Босқа даурықпаңдар. Еліміздің жерін, нау байлығын қорғап қалу үшін бір жүйрікті және өзімнің жеке байлығымды қидым. Екінші шартыңды айтшы. Алдияр, екінші шарты, өзіңіздің туып өскен жеріңіздің бір бөлігін берсін дейді. Мына көрші елдің билеушісі әбден масайраған екен. Қолбасшылар жинаңдар. Жерімнің топырағын, алтын кенін қорғап қалу үшін соғыс ашамын. Ой, әміршім, байлығың мен жүйрігіңді бер дегенде ойламастан беріп едім. Ал енді, асылыңды үн-түнсіз бергенде, шағын жеріңді қорғағаның қалай? Бір жүйрігімді, бар байлығымды берем дегенде, ол өзімнің жеке меншігім еді. Ал енді, жерімді бер дегенде, оған мен келісе алмаймын. Жер деген ата-бабамның сонау заманнан қорғап қалған, Ақ-найзаның күшіменен, Ақбілектің күшіменен қорғап қалған ата-бабамның жерін ешкімге де бере алмаймын. Қасық қаным қалғанша қорғап өтуге дайынмын. Иә, ханем, сіздің шешіміңізді біз құптаймыз. Сіздей елін қастерлейтін, елін, жұртын құрметтейтін ханы бар бұл ел бақытты ел. Қолына ұстатпаған алтын тұғырып бөрімді, ат үстінде қорғаған туған өлке жерімді, сақтап қалып намысымды, жігерімді, тегімді, бабаларым бақытқа жетеледі елімді, батыр бабам абылай, қара керек қабанбай, жапырашты наурызбай, қанжыралы бөгенбай, Райымбек, Қарасай, Махамбет, Исатай, Райымбек, Қарасай, Махамбет, Исатай.
Отанның намысымен арын қорғаған жастарым алаңда бостандық үшін күресті. Халқының қаһармандары қайрат пен ләззатын, қайсар ақыным жұбаным рухтарға кәр етті. Теңдіктің жасын бақ үшін, еліктің асыл ән үшін, азаттықтың таңы үшін, қазағымның ары үшін, қарысы шықты алаңға. Еңбекпен жүгірген, ебелеп отқа семірген, арғымақ мінген жаратып, ақсауыт киген темірлер, Алатаудай бабалар, армағымен жүрегім. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқтатқан болдық, атам десем, Бабалардың зары үшін, пандалардың тәні үшін, алашымның қаны үшін, тәуелсіздік таңы үшін айналдым жауға. еркіндіктің жыры үшін, бостандықтың нұры үшін, егемендіктің туы үшін, ерлік пен ұлттық рух үшін қан кештік біздер алаңда. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүргенімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, оянғанда күлкімнен күн тірілген. Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, Европада, Азияда емеспін мен, аралықтың 7-ші материкте, бірақ баршада мен, телеспін мен. Қандай дүние жетеді балауыңа, бәрі сенің жанотап, қалауыңа. Өз бейнеңдей әлемге тұр танылып, Қазақстан гербі де жалауда. Мен қазақ, биікпін, байтабенмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мұнда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Құдайым, иманымды жолдас етіп сұраймын. Тағдырына бағыт сілтер ұлтының бедегүлші, рухшыл, ойшыл, ұлаймын.